Қиярдың пайдасы. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен келек арнасы. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қияр адам ағзасын шлак пен зиянды заттардан тазартып, ағзаны дәрумендер мен минералды заттар қорымен толықтырады. Себебі құрамында көптеген пайдалы элементтер бар. Сонымен қатар қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Ол көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Ендеше қиярдың денсаулыққа пайдасымен таныса отырыңыздар. Тақырыбынан өтпес бұрын сіздерге маңызды мәліметпен бөлісуді жөн көрдім. Біздің арнамызда шығатын видеоларда әлі күнге дейін 58% адам тіркелмей көреді екен. Егер сіз де сол тізімнің қатарында болсаңыз, дәл қазір арнаға тіркеліп кетуіңізді сұраймыз. Біздің ұжымның еңбегін бағалау мақсатында каналды қолдап, тіркеліп, және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдын ала рахмет айтамыз. Ал енді видеоға назар салыңыздар. Қиярдың 95% судан тұрады. Ал мұның құрамындағы су тірі су болып саналады. Сонымен қатар құрамында ақуыз, аз мөлшерде көмір су, глюкоза, крахмал, фруктоза және Б және С тобындағы дәрумендер, калий, фосфор, кальций, магний және басқа да микроэлементтер мен асқазан қорытуын жақсартатын органикалық қышқылдар да бар. Құрамындағы осы заттардың арқасында ерекше қасиеттерге ие қияр адам ағзасына көп пайдасын тигізеді. Қиярдың тағы да бір ерекше қасиеті ағзаға артық майдың жиналуын болдырмайды. Себебі мұның құрамында тартрон қышқылы майды ертеді. Қиярдың ерекше қасиеттеріне келетін болсақ, асқазан қорытылуын жақсартып, ішекте тұрған астың жылжуын тездетеді. Сондықтан да іш қатып, асқазаныңыздың қорытылуы нашарласа, қияр диетасы сізге жақсы көмектеседі. Буын қабынуын, артритті емдеуге ең жақсы дәрі. Ағзадағы қышқылдың тепе-теңдігін бір қалыпта ұстайды. Зиянсыз, қуықты тастардан тазартып, зәр айдайтын табиғи дәрі. Ағзадағы тұзды сулар балансын қалыпты етіп ұстаушы. Жүрек қан тамырлары ауруларын емдеуші. Гипертония ауруын болдырмайды. Теріні тазартып, ағартады. Тіс шегісін емдейтін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Енді қияр диетасына келетін болсақ, ең алдымен таңертең 1 стакан су, жарты сағаттан соң калориясы 200 килокалорияны құрайтын майсыз тағам, ботқа, балық, сүзбе, ірімшік немесе жұмыртқа тұтыну керек. Үшінші кезекте, күннің қалған уақытының барлығында тек қана қияр немесе одан жасалған салаттарды қара нанмен қосып, сағат 12, 2, 4, 5, 7, 8 сағат аралықтарында жеу керек. Артынан су немесе көк шай ішеді. Ұйықтар алдында калориясы 100 килокалория құрайтын кез келген жеміс жеу қажет. Осымен сіз қияр диетасын ұстанған боласыз. Құрметті көрермендер, Ішіңіз желденіп, ауырғанда маринатталған қияр жеңіз. Маринатталған қияр 4 ауруды емдейді. Маринатталған қияр түрлі дәрумендер мен минералды заттарға бай. Сондықтан да күнделікті тамақтану мәзіріңізге қосып отыруға кеңес береміз. Бұл қандағы қанттың деңгейін реттеп, ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартады. Ал егер маринатталған қиярдың қатарына кефир, ашытылған қырыққабат, йогурт қоссаңыз, ағзаны қажетті нәрлендіруші затпен байытатын боласыз. Тіпті семіздік ауруынан зардап шегіп жүргендер де таптырмайтын ем екенін ескеріңіз. Маринатталған қиярдың нәрлі құрамы қандай? 100 грамм маринатталған қиярда 1 тәулікке қажет К дәрумені бар. Ол өз кезегінде қанның айналымын жақсартады, тамырларды тазартып, сүйектің саулығын арттыратын кальций мен темір элементінің ағзаға сіңуін жеделдетеді. Оған қоса 1 тәулікке жететін А дәруменін аласыз. Нәтижесінде иммундық жүйеңіз нығайып, көздің көру қабілеті жақсарады, теріні жаңартады, шаш пен тырнақтың саулығын сақтайды. Ағзаны 7% кальций элементімен толықтырады. Өздеріңіз білетіндей, бұл минералды зат тіс пен сүйектің жағдайына жауап береді. Тіпті жүйке жүйесін жақсартып, жүрек қан тамыр ауруларынан сақтайды. Сонымен қатар 5% калий элементімен толықтыратынын да білгеніңіз жөн. Ал калий ағзадағы су мен тұздың мөлшерін реттеп, ішектің жұмысын жақсартады. қан қысымын қалпына келтіріп, жүрек пен тәннің саулығына жауап береді.
Маринатталған қияр адам денсаулығына қалай әсер етеді? Ас қорытуды жақсартады. Маринатталған қиярдың құрамы пайдалы бактерияға бай. Соның арқасында ішектің жолдарын жақсартып, жеңіл әрі жылдам жұмыс істеуіне ықпал етеді. Әсіресе ішіңіз кеуіп, желденгенде және ішіңіз қатқанда бір дана маринатталған қияр жеңіз. Ауыр дерттен сақтайды. Маринатталған қияр керемет антиоксидант болып табылады. Әсіресе жүрек дертінен сақтайтын бета-каротиннің қызметін атқарады. Сондықтан да қиярды үзбей жейтіндер жүрек ауруынан, инсульт, тыныс алу ағзаларының ауруларынан және кейбір рак ауруларынан сақтанады екен. Бұлшықеттердің түйілуін болдырмайды. Маринатталған қияр түрлі минералдардың қайнар көзі. Әсіресе ауыр еңбектен соң, дене жаттығуларын жасаған соң, міндетті түрде бір дана қияр жеуге әдеттеніңіз. Сонда ағза жоғалтқан қуатын қайта қалпына келтіріп, бұлшықеттің түйілуін болдырмайды. Қандағы қантты реттейді. Маринатталған қиярдың құрамындағы сірке су қандағы қантты төмендетуімен қатар, оның бір қалыпта ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз етеді. Әсіресе ұйқы безінің жұмысын жақсартуға ықпал ететін гормонға өте пайдалы. Өздеріңізге мәлім, егер ұйқы безі өз деңгейінде жақсы жұмыс істейтін болса, қант диабеті ауруынан сақтанасыз. Пайдалы әрі емдік қасиеті мол қиярды шамадан артық жеуге болмайтынын да ұмытпаңыз. Оның құрамындағы тұз қан қысымын көтеріп, түрлі аурулардың қозуына ықпал етуі мүмкін. Әсіресе бауыры мен бүйрек ауыратындарға өте сақ болған жөн. Мына 6 ауру кезінде қияр қосылған су ішіңіз. Диетолог мамандар қияр қосылған судың адам ағзасына пайдасы шаш етектен дейді. Олар таңертең 1 стакан қияр қосылған су ішсеңіз, мына 6 түрлі аурудың алдын алатыныңызға кепілдік береді. Ендеше саулығымызға да, сұлулығымызға да пайдасы мол қияр қосылған су ішуді әдетке айналдырайық. Сонымен, қияр қосылған су мына ауруларға ем болады екен. Ең алдымен саулығыңызды жақсартады. Қияр қосылған су қан қысымын реттейді. Оның құрамындағы калий, магний және натрий элементтері инсульт, жүрек талмасы, бүйрек ауруларының алдын алады. Тәбетті болдырмайды. Егер сіз таңертең аш қарынға 1 стакан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, онда қарныңыздың ашқанын сезе қоймайсыз. Әсіресе артық салмақпен күресіп жүретіндерге таптырмайтын әдіс, теріні тазалайды. Сіз қияр қосылған су ішуді әдетке айналдыратын болсаңыз, онда теріңіздің саулығы жақсарады, әрі жасарады, тегістеліп ылғалданады. Мұндай қасиетке құрамындағы кремний элементінің арқасында қол жеткізеді. Ағзаны ылғалдандырады. Қияр қосылған су тәнді де, жанды да емдейді. Теріні ғана емес, ағзаңызды нәрлендіріп ылғалдандырады. Сонымен қатар жүрек қан тамыр ауруларынан қорғайды. Әрі улы заттан тазартады. Дәруменмен байытады. Қияр адам ағзасына қажетті минералдар мен дәрумендердің қайнар көзі. Әсіресе А және С дәруменіне өте бай. Аталған пайдалы заттар ағзаға тез еніп, оңай қорытылады. Ағзаны уланудан қорғайды. Ағза уланған жағдайда 1 стакан қияр қосылған су ішсеңіз, 2-3 минутта керемет нәтижесін көресіз. Сондай-ақ бүкіл ағзаны шлактан, улы заттан тазалайды. Әрі денсаулықтың жалпы жағдайын жақсартады. Қияр суын қалай дайындаймыз? Емдік қасиеті орасан зор. Бұл судың дайындалу жолы өте қарапайым. Бізге 2 дана қияр, 3-4 тал жалбыз, 1 дана лимон, 2 литр таза су қажет. Кеңде ыдысқа суды құясыз. Қиярды жіңішке етіп ұзыншалап турап саласыз. Оған жалбыз бен лимон тіліктерін қосып араластырасыз. Ыдыстың қақпағын жауып, тоңазытқышқа қойыңыз. Емдік суды түнде жасағаныңыз жөн. Таңертең дайын болған суды шектеусіз іше беруге болады. Денсаулығыңыз мықты болсын.